достар, сіздермен Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі мен Әлімжан Тасболатұлы. Дәл менің артымда жаңа Сантьяго Бернабеу тұр. Мен осыдан 2 жыл бұрын дәл осы стадионның жаңадан соғылып жатқанына, яғни сырты жаңартылып жатқан кезде келген болатынмын. Және қазіргі таңдағы түрі міне барлықтарыңыз өздеріңіз көріп тұрсыздар. Керемет, бөлек, сонау бір басқа ғаламшардан келген стадион сияқты тұр. Кішкене осындай переулокта Джуд Беллингем, Винисиустың барлығын шарфтар тұр, но ең қызығы мына шарф болды. Килиан Мбаппенің шарфы Мадрид қаласында қазірден бастап сатылып жатыр. Достар, міне қазір мен осы Мадрид қаласында арнайы Израильден келген осы жігіттердің Реал Мадридтің жанкүйерлері екен. Can you show your... мына қараңыздар, осындай керемет, Wasn't цепочкасы бар екен. Okay, guys, tell me please, what do you think about today's match? What's your prediction? Who will win? Real Madrid is a good team in the world. Tonight, 3-0 to Real. Tamir is a good player. Arthur, a good player in Israel. In Hapoel Beersheva. Okay. Yeah. You tell me about the Artur Shushunachev. He is playing in the Hapoel Beersheva. And can you say about my team in Israel, Hapoel Beersheva? Artur, a good player. Next season, the champion. Yes. Okay, Artur Shushunachev туралы бұл жерде де енді айтып жатыр. Бізді біледі екен, Қазақстандық ойыншы екен. Okay, I will wish you all the win for today's match, but very hard. I think. But City, at the back, we see the City fans. Do you have the message for him? Hala Madrid! And after, can you say that to Kazakhstan peoples who they are supporting Real Madrid? Alga Real Madrid. Real Madrid and Alga. It's like, come on Real Madrid. Come on Real Madrid. But can you say Alga Real Madrid? It's in Kazakh language. Alga. Real Madrid. Alga Real Madrid. Champions again, ole, ole. What's your name? Aaron. Aaron and Matthew. Matthew. Okay, nice to meet you. My name is Alimshan. Okay, guys, tell me please the Manchester City. Yet now we know the very dangerous team in the world. And what's your prediction in this match? 2-1 City. 2-1 as well, I agree. Who will score? Phil Foden and Erling Haaland. Okay. De Bruyne and Rodri. Okay, who is the best? Holland or De Bruyne? De Bruyne. De Bruyne or Modric? De Bruyne. Modric or Kroos? Modric. Okay, the Courtois or Lunin? Courtois. Okay, Erling Haaland or Vinicius Junior? Who are? Erling Haaland or Vinicius Junior? Haaland. Okay. And guys, thank you. And for the end, can you say my very favorite song, the Manchester City's? Johnny Stones! Johnny Stones! Johnny Stones! He gets the Blues excited! He fucking hates United! Johnny Stones! Johnny Stones! Yeah, thank you guys, thank you. Good luck. Достар, осылай Манчестер Сити жанкүйерлерін бір шыңғыртып алдық. Атмосфера керемет ойындалдағы. Көреміз енді, ойын қалай болатын. Жалпы футбол атмосферасы керемет сезіліп тұр. Дәл осылай Мадридтің қақ ортасында осындай площадьта, мына жерден үйді жалға алып, жалғауын жайып қоя салған фанатты деп көріп тұрмыз. Мадридтің фан-шоуына кіріп қалсаң, дәл ортасында дәл осы кубок тұрады. Әрине, бұл кубок тұрмаған кезде қандай кубок тұрады? Реал Мадридтің ресми дүкеніне кіріп қазір осы жерде біздің жанкүйерлерімізге бір керемет сыйлық алуға тырысам. Дәл осы аюмен осы талды көптеген футбол жанкүйерлері Атлетико Мадридтің эмблемасынан көреді, бірақ бұл жалпы Мадрид қаласының төс белгілерінің бірі болып саналады. Бір қызығы, бұл аю да, бұндай тал да ешқашан Мадрид қаласында болмаған. Міне осылай
төспелігі бірден жасап қойған екен. Құрметті біздің оқырман, біз білеміз, Реал Мадридтің жанкүйерлері жалпы менің оқырмандарым арасында өте көп екен. Дәл осындай ресми дүкеннен осындай кереметтей Реал Мадридтің жейдесін сатып алдық, және бұл жейдені жеңу үшін біздің каналымызға міндетті түрде тіркелу керексің. Осы посттың астына комментарий жаз, және де өзінің кереметті лайкыңды қойып кет, және осы арнайы Мадридтен алынған жейде мүмкін саған бұйырып қалуы мүмкін. Сәттілік достар. Ойын алдындағы атмосфера дәл осындай болып тұр. Міне стадионның алдында бүкіл кепкалар, майклар, шарфтар, мына жақта жанкүйерлер жиналып, ойын алдында дайындалып, аздап көңіл көтеріп жатқанын да көріп отырмыз. Ал бүгінгі ойындан сөзсіз қызықты болатыны ол бәрімізге мәлім. Міне. Бұл ойын туралы не айта аламыз? Бұл ойын туралы азынан қара кешке шейін тоқтамай айта беруге болады. Реал мен Мадрид, Карло Анчелотти мен Пеп Гвардиола, Эрлинг Халанд пен Винисиус Жуниор, Родри мен Камавинга, Модрич пен Кросс және Кевин Де Брюйне. Оның барлығын айта беретін болсақ, біз бұл влогты қазіргі таңда бітірмейміз. Ал міне қанша жанкүйердің осы ойынға келіп жиналып, осы ойынға арнайы көру үшін келгенде көріп тұрсыздар. Және солардың ішінде мен де бармын. Енді бүкіл атмосфераны, бүкіл осы стадиондағы қызықтардың барлығымен сіздермен бөлісуге тырысып көрем. Әрине, ал сіздерден әдеттегідей қолдауларыңыз қажет. Олай болса, кеттік достар. Міне Реал Мадридтің мынанша жанкүйерлері бір аппақ киімдегі бір толқын келе жатқанда, білесіздер, Сантьяго Бернабеуге қанша адам сиятынын, және соның барлығы дәл осы бүгінгі ойынды көруге келгендей. Мен қазір өзімнің трибунама қарай бара жатырмын, кіретін жақтан. Сол жақтан енді әрі қарай әдеттегідей стадионның көрінісін бірге тамашалайтын боламыз. Өзімнің орныма қарай көтеріліп бара жатырмын. Менің орным 7-ші этажда екен, яғни 7-ші қабатта. Қазір заманауи барлығы осындай лифттер жасап қойған, осындай жанкүйерлер келе жатыр. Мен Сантьяго Бернабеуде бірінші рет болып тұрмын енді жанкүйер ретінде, бірақ Сан-Сирода болған. Ол жақта осы этаждың барлығын өзің жаяу аяғыңмен көтерілесің. Гейтіма да келдім, нөмірі 505-ші. Енді қазір алаңға шығамыз. Айбай. Мынау не стадион? Мынау не стадион мынау? Мынау не деген стадион? Айтқандай, бүгін кришасын жауып қойыпты. Реал Мадрид бүгін УЕФА-ға өтініш жазған болатын. Осы кришаны жабайық. Бүкіл атмосфера мынау Манчестер Ситиге қысым жасайтын болсын дегенде, енді мына көріністі айта алмаймын достар. Достар, Сантьяго Бернабеу стадионы. Жаңа Сантьяго Бернабеу. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда жаңадан ледтар қойылған. Криша жабылған. Барлығы бұл ойынға дайын. Бұл сөзсіз Чемпиондар Лигасының финалына тең матч. Ал осы матчты сіздермен біздер болып тамашалауға бүгін керемет мүмкіндігіміз бар. Достар, өз орныма келіп таптым. Және бүкіл орындықтарда мынандай аппақ плакаттарды қалдырып қойған, және мұнда жазып қойған. Осылай ашып тұр, былайынан отырма дегенде. Яғни бүгінгі ойынның перформансына өзіміздің септігімізді тигізетін боламыз, және осындай көріністен футбол тамашалаймыз. Негізгі құрамда шықты Манчестер Ситидің құрамында екі өзгеріс өте маған қызық болып тұр. Джон Стоунс оң жақта жүрген, Кайл Уокердің орнына және Эдерсонның орнына ортайғанып тұрғаны, бірақ Эдерсон қазір ғана алаңда шығып, дене қыздыру жаттығуларын жүргізіп жатыр, бірақ енді толыққанда жарақатынан айыққан жоқ сияқты. Ал Реал Мадридте барлығы әдеттегідей Лука Модрич қана негізгі құрамда жоқ, бірақ енді 60-ші минуттан кейін шығатынын біз білеміз оны. Чемпиондар Лигасының жеңімпаздары алаңда. Эрлинг Халанд, барлығы жүр. Аканджи, Фил Фоден, Ковачич, Йошко Гвардиол, Льюис, Хулиан Альварестің өз жүрген көрдіңіздер. Міне Манчестер Сити толық құраммен алаңда. Реал Мадрид ойыншылары алаңға қарай беттеді. Міне Карвахаль, Рудигер, Родриго, Камавинга, Джуд Беллингем. Осындай керемет перформанс Реал футбол клубының әнұраны.
Real Madrid'in екінші әнұраны қосылды. Айтсаң солай айта беруге болады бұлар әнұраны. Манчестер Сити ортаға келіп алғашқа осы ойындағы соққыны беретін болды. Матео Кович допта. Ал достар, ойынымыз басталды. Ойынның бірінші минутында Эдуард Камавинга сары қағаз алды және келесі ойынға қатыспайды деген сөз. Ойынның алғашқы минутында екінші минутында Бернардо Сильва айып соққысын керемет орындады. Лунин қателесті, бұл жерде есеп 1-0. Жаңағы сәтте Камавинга емес, Чуамени сары қағаз алды. Сонымен ол да келесі ойынға ойнай алмайды, бірақ Камавинга дәл сары қағаз жоқ. Ойынның атмосферасын айта алмаймын. Мына жақта екі жанды отқан, екі көкек азымен қол жіберетін сияқты камераңды қоса өрмештіп. Енді төреші ашық сәттерде фол болып отқан кезде сықырып беріп жатқан жоқ. Бірақ жаңағы сәтте Реал Мадрид әрең қорғанып алды. Достар, бір қызығы мына сызықты көріп тұрсыңдар, мына сызық. Міне, әр сызықтар. Бұл анау видеода шықты. Реал Мадридтің алаңы астына түсіп жаңағыдай шөп жақсы өсуге көмектесетіндігіне дәл сол ауысатын жерлер ғой. Қараңдаршы, қандай сызық болып тұрған. Міне сызық, және міне сызық. Бостан босқа Эдуард Камавинга сары қағаз алды деп айтқан шығар мүмкін. Ойынның 23 минут өтіп жатыр. Есеп 2-1 болып кетті. Бұл жерде бір қызығы Эдуард Камавинга өзінің чемпиондар лигасындағы алғашқы голын соқты және дәл қазір Антонио Рюдигер Эрлинг Халандты жеп қойды. Енді бір гол соққаннан кейін Манчестер Сити Реал жақсылап тұрып екі шапалағын берді. Енді ары қарай көреміз, Пеп Гвардиоланың командасы осы шапалақтан кейін оянады ма екен? Қазіргі таңда Реал қорғаныста да қарымта шабуылда да керемет ойнап жатыр. Реал жанкүйерлері Манчестер Ситидің ойыншылары көп допстап кеткеніне наразылығын білдіріп сықырып жатыр. Өте сондай құлаққа ащы тиетін сықырып, бірақ ойыншыларға қысым жасап жатқаны сөзсіз. Сити ойыншылары толық құраммен шабуылда, ал Реал ойыншылары керісінше. Қарасаңыздар, міне қазір қандай жүйемен ойнап жатқаны осы жерден әдемі көрініп тұр. Және Родригоның қараңыздар. Өз алаңына қарай өтіп, пас кетсе бірден күтіп алуға дайын тұрған.
келіп жеттік. Қазір ойын темпен сөзсіз түсіп қалды. Жаңа 3 голдан кейін ал бұл жерде Реал Мадрид айтып қойды. Манчестер Сити шабуылдауға тырысып жатыр, бірақ Реал Мадрид өзінің қорғанысымен оларды өз айбалаңынан сығып шығарып тастап жатыр. Ар жаққа қарай ойнаңдар, ойнайтын жақтарың бұл емес дегендей. Реал Мадрид қазіргі таңда керемет қорғанып жатыр. Беллингемге бұлай төрешмен ұзақ сөйлесуге болмайды, себебі Джудта да сары қағаз бар. Джудта, Винисиуста, Камавинга қалды. Сары қағаз алса келесі ойын ойнамайтындар. Дәл осы жігіт осылай объективке сидіріп алуға болады үшеуінде. Әрбір төрешінің қате шешімі жанкүйерлердің ойынша осындай ысқырықпен ғой. Осындай ысқырық, наразылық, айғай шу. Достар, міне қазір ғана бірінші тайм аяқталды. Енді бірінші тайм туралы аздап ойымызды бөлісе кететін болсам, жалпы ойынның алғашқы 20 минуты өте керемет басталды. Сити гол соқты, одан кейін бірден Реал Мадрид 2 голмен жауап берді. Бірақ сол 2 шапалақтан кейін Реал Мадрид, Манчестер Сити әлі де ойына алмай жатқан сияқты. Ал Ситидің енді қарымта шабуылдары бұл бөлек әлем, бөлек деңгей деп айтуға болады. Көреміз, екінші таймда Пеп Гвардиола осы Анчелоттидің қарымта шабуылына қарсы не ойлап табады. What do you say about the second half and to change the Real Madrid will the champion in Champions League? I hope that maybe at least we score 1 goal more and go 3-1 to City, Manchester City, and I think that this is a good result for us in this team. Okay, and tell me please, do you have the ticket to London? No, not yet, but I'm going to try. Екінші тайм басталды, енді көреміз. Реал Мадрид жаңағы жанкүйер айтқандай тағы бір гол соғып, өздеріне керемет нәтижені алып қалады ма екен, әлде Манчестер Сити гол соғып, әрі қарай ойынның дамуын, ойынның өрбуін мүлдем басқарып жібере ме екен. Тағы да бір айып соққысы, екінші таймның басында, бірінші таймның басында дәл осындай айып соққыдан гол соғып кеткен көрген еді. Қазір көрейік не болады. Допта қайтадан Бернардо Сильва. Бұл жолы сәтсіз соққы. Тағы бір қызығы мынандай дүниелерді қосып қойды, мынау алаңға жылу беріп тұр, яғни біз отырған жерлерге жанкүйерлер жаурамасын деп. Және бұл жерде айып соққысы тағы да. Қауіпті соққы болды. Ойынның 66 минуты. Енді заманауи футболдың, қазіргі заманауи футболдың тағы бір көрінісі. Доп қанша сенде болғанымен
Natija biroq sendek bo'lishi mumkin emas deb жатырмын. Phil Foden aldida. Gol degan osonday bo'ladi dedi. City fanatlari o'yindi. Biz o'zimizning kim ekanimizni bilamiz. Yevropa chempionlarimiz deb ayqalab жатыр. Dal ostlay biz o'zimizning kim ekanimizni bilamiz deb aytgan kezde Yoshko Gvardiol esepda 2-3 qilib tashladi. Hech kim kutmagan Yoshko Gvardiol dal ostlay o'ng oyog'i bilan so'qib berdi deb, sababi Yoshkoning mixta oyog'i sol oyoq ekanini bilamiz. Now alsdan bag'talgan so'qqilarning barlig'ini bugun Lunin salom alaykum deb o'tkazadi. So'nggi to'pda alanga жаңа chiqqan Luka Modric. Oyunun 75-минуты жанындағы екі көкем жаңадан бері маған жынданып отырады. Қазір тіпті жынданып отыр, себебі есеп 2-3 Манчестер Сити алда. Реал екінші тайм сөзін шыны керек допты беріп қойды. Допты беріп қойды, ойнағысы келген жоқ. Соның салдарынан осындай нәтиже. Арқылы Junior кімге? Junior кімге? Valverde қариде. Federico Valverde. Alanga mening suyukli forvardim Xosalo chiqdi. Bernardo Silva'ga sarı qog'oz bo'ladi. Brahim Diazga qarshi o'ynardim bizda. Boshlamada so'nggi minutlarda Modricning asligan o'rnida birinchi Ruben Dias berdi. Endi Real boshlama ko'taradi. Oyun ayqaldi do'stlar. 3-3. Keremet o'yin bo'ldi. Do'stlar, Osman o't o'yin ayaqtaldi. Esep 3-3. Hech tinga sheshilgan yo'q. Ya, bu o'yin so'zsiz qiziq bo'ldi, atmosferasi keremet bo'ldi, biroq barlig'i Manchesterda Etihadda sheshiladi. 3 keremet gol bo'ldi. Real Madridning keremet qaramta shabullarini ko'rdik, qalay qo'rg'onishga жатып qolganini ko'rdik. Manchester City'ning qalay 2 gol jibirib olgandan keyin qo'rqqanini ko'rdik. Жалпы bu o'yinda ne ko'ru kerak? Barlig'i bo'ldi. Endi biz Manchesterdagi o'yinni kutayotgan bo'lamiz. Sol жақта әрі қарай жартылай финалға кім шығатыны белгілі болады. Және арнайы Мадрид қаласынан сіздерге осы Сантьяго Бернабеуден влог түсірген мен Әлімжан Тасболатұлы, Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі. Келесі осындай Чемпиондар Лигасының ойындарын көргілеріңіз келсе, осындай керемет атмосфераны сезінгілеріңіз келсе, бізді қолдаңыздар, әрқашан лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де біздің ұтысымыз туралы ұмытпаңыздар. Келесі біздің шығарылымдарда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мадридтан жалынды сәлем.